Сәлем достар, бүгін бізде жаңа блог. Менің даусым естілмей қалған, үстінен озвучка жазып тұрмын осылай. Мына пердені жуып, қайтадан ілдім. Бұл пердені 2 рет жудым. Және мына ешекті үйге кіргізіп қойдым. Мына жерде кондиционер тұр бізде. Енді мына пердені ілу керек. Бұл перде осы залдың егатын перделер. Енді қалай ілерімді де білмеймін. Көреміз. Кондиционерге кедергі келтірмесе болды бізге. Мынаны мен кеше жинап қойғанмын. Бұл масақананы жинау қиямет қайым. Оңай емес масақананы жинау. Сондықтан да бүгін тағы жинап көремін. Мен үйдегі паластардың барлығын алып тастадым. Жууға беріп жібердім. Және күніне 1 рет сүртіп алып тұрамын. Осылай барлық жер бос тұр. Мына люстраны мен жуғанмын. Ал мына люстра әлі жуылмаған. Енді осыны спиртпен сүртіп тазалап жууым керек. Сол үшін де мына ешекті қойып қойдым осы жерге. Енді қолым тимей жатыр, үйге қонақтар келіп жатыр. Сондықтан да қонақтар кеткеннен кейін жасап алатын боламын. Менің үйіме келген қонақтар менің 2 қайнапам. Яғни Құран оқытуға келген осы жаққа, ауылға. Біздің үйде үлкен әже бар, сол әженің қыздары. Сондықтан да арасында келіп, бізді осылай қуантып тұрады. Маған орамал, әдемі қызыма әдемі көйлек, ұлыма да киімдер әкеліп берді. Тәтемізге үлкен рахмет, келіп осылай бізді қуантып тұрады. 2 тәтеміз де арқаланып, дорбаланып, осылай бар тәттісін алып, ауылға келіп бізді қуантып кетеді. Осылай өздері балық алып, аршып, асып, соны әбетте жедік. Бұл біздің әжеміз, жасы 80-нен асқан кісі. Осылай азанда далаға шай бердім. Содан кейін барып, Құранның бауырсағына кіріседі. Ал мен кухнямды әдеттегідей жинап алып жатырмын. Достар, менің видеоларым ұнаса, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңдар. Мен ауылда тұратын келіншекпін. Сондықтан да бар өмірімді осы блогқа салатын боламын. Сау болыңыздар.